Сәлем достар, бүгін өте дәмді әрі жеңіл десерт түрі меренга орамасын әзірлейміз. Сыртқы қабаты қытырлақ, іші созылмалы меренга, ортасындағы кілегейлі салмасы мен дәмді жидектер. Керемет үйлесім. Ақуызға аздап лимон қышқылын қосып, миксердің бәсең жылдамдығында көбіршіктенгенше шайқаймыз. Содан соң қант ұнтағын бөліп қосып отырып, ең үлкен жылдамдықта шамамен 10 минут шайқаймыз. Жылтыр ақ түске енуі керек және ыдысты төңкергенде еш қозғалмайтындай масса болып шығуы керек. Енді жүгері крахмалын қосып 20 секунд шайқап, толық араластырамыз. Табаға пергамент қағазын төсеп, бетін болар-болмас сұйық маймен майлап шығамыз. Әйтпесе ажырату қиын болады. Немесе силиконды төсеніш болса тіптен жақсы. 150 градуста 20-25 минут пісіреміз. Екінші төсенішке аударып, толық суытамыз. Салмаға кез келген жидекті алуға болады. Енді 33%-дан кем емес кілегей, қант ұнтағы, сүзбелі ірімшікті шұңғыл ыдысқа салып, миксердің орташа жылдамдығында 4-5 минут шайқаймыз. Кремнің 2-ден 3 бөлігін меренга бетіне біркелкі жағып, оның бетіне жидектерді саламыз. Мұқият орап, 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тоңазытқыштағы бөгде иістерді өзіне сіңірмес үшін десертімізді фольгаға орап қоямыз. Кремнің қалған бөлігімен десертімізді әсемдеп шығамыз. Меренга сыртқы қабаты аздап қытырлап, ішкі бөлігі созылмалы болып әзірленеді. Керемет дәмді, таңғажайып жеңіл десерт меренга орамын дайындап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет, келесі жүздескенше.